Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Асқар, бұл Асқар Нұраков YouTube арнасы. Бүгінгі менің айтайын жатқан тақырыбым YouTube'да осыны жасада, яғни осы 5 нәрсені жасада айына 500 мың теңге табысқа жет. Менің айтайын жатқан нәрсем, сразу сендерге айтайын, мен курсымда бір нәрсені пиғай айтайын жатқан жоқпын, бірақ осы видеода айтқан нәрсені істесеңіздер, бұйырса алдағы уақытта сіздер дәл осылай істейтін болсаңыздар, сіздер де табысқа жететін боласыздар. Бұл видеоны мен үшін шығардым. Белгілі бір себептерге байланысты, мен біраз уақыттан бері өзім ақша тауып жүрмін, расын айтайын, енді алдамай-ақ қояйын, жасырып осы уақытқа шейін еш нәрсе айтпай келдім, жасырып келдім. Енді рас айтқасын кішкене бір айта салайын дедім, бәріңізге пайдалы болсын. Яғни осы 5-ақ нәрсе, қазір сол видеоны соңына шейін көрсең, сол 5 нәрсенің барлығын білетін боласың, еш нәрсе жасырып қалмаймын. Ол жерде сіздерге өте пайдалы болады. И соңына дейін көріңіздер, кім болсаңыздар да, әйел, еркек, қыз, кішкентай бала, 18-ге толған, толмаған, бұл YouTube'да жұмыс жасау, оны білесіздер. YouTube жайлы алдында да айтқан болатынмын. Енді сіздер өздеріңіз осы 5 нәрсені істейтін болсаңыздар, бұйырса табысқа жетесіздер. Табысы айына 500 мың. Қазіргі күнде ақшаның енді білесіздер, қаншалықты табу қиын болып бара жатыр. Барлық жерде кризис, барлық жерде сокращение, жұмысқа кіру қиын, шығып кету оңай. Енді не деуге болады? Көп сөйлей бермей әңгімені бастайын, кірісейін іске. Яғни ол бірінші нәрсе, ең бірінші нәрсе. Жазып алсаңыздар да болады, ручка қағаздарыңызды алып, жазып, қолыңызға белгілеп, түсініп отырыңыздар. Сол кезде сіздердің назарларыңыз аударылып, жақсы екі есе назарларыңыз аударылатын болады. Бірінші нәрсе, тақырып табу керексің. Ол өзіңнің қолынан келу керек, және немесе өзіңіздің қызығатын нәрсеңіз. Мысалы, мен тақырып табатын болсам, көлік жайлы видеоға түсірем. Машина жайлы өзім жақсы көретін салам, түсінгім келеді, білгім келеді, қызығамын деген сияқты. Ол үшін не істеймін? Телефонымды аламда, барамда, мен базарға барып видеоға түсірем, немесе досымның машинасын түсірем видеоға, немесе көлік алатын болсам, бір машинаны ойландырып, видеоға жазып, айтып, мен мысалы мынандай Toyota Camry алайын деп жатырмын, 45-тік кузов, мысалы жылы мынандай, еуропалық және америкалық, немесе жаңағыдай араб деген сияқты. Сондай темаларды бір әдемілеп жеткізе біліп, тақырып табуым керек. Немен мен айналысамын? Менің мақсатым көлік алып, немесе сатып, немесе өзім сол бизнесте жүретін болсам, сол көлікті қызығатын болсам, қолымнан келетін нәрсе сол. Мысалы, маған тамақ пісіру, немесе бір саяхатқа шығу, маған ол қызық емес болуы да мүмкін, оны мен түсіріп көрсете алмаймын. Ол менің значит қолымнан келмейді, және ондай нәрсеге мен қызықпаймын. Ал менің қызығатын нәрсем көлік жайында. Мысалы, тақырыпты өзімізге жақсы көретін, немесе қолымыздан келетін тақырыпты таңдап алдық. Енді ол бір кетті, таңдап қойған екеніміз. Енді барамызда Google-ға жазамыз, создать канал деп орысша жазамыз, канал ашамыз YouTube'да. Көбіміз білетін шығармыз, енді YouTube'да канал ашу, немесе барлығымызда Google аккаунт бар, немесе жаңадан ашып аласыздар. Сол Google аккаунтты ашып алғаннан кейін сіздер канал ашқаннан кейін ол жерге тақырыбын, атын, затына сәйкес қоясыздар. Енді өзіңіздің атыңызды қойғаныңыз абзал, тек қана сізбен ғана шектелетін болса, себебі сіз өзіңіздің атыңызбен шектелетін болсаңыз, оны неше түрлі бағытта түсіре беруге болады. Мысалы, мен Асқар Нұраков десем, мен өзі неше түрлі бағытта түсіріп жатырмын. Алдын енді полиция қызметкері жайлы түсіретін едім. Енді қазір ондай нәрсені қойып, адамдардың кішкене пайдалы болайын, бір жағынан сұраныс болғаннан кейін, осы YouTube жайында сіздерді кішкене үйренсін деп, сондай Асқар Нұраков деп қойғаннан кейін басқаша бағыттарды көрсетіп жатырмын сіздерге. Қалаған уақытта енді түсіре салам, егер қажет болып жатса. Ал бірақ YouTube мәселесінде, мысалы, маған көп адамдар қарсы шықпады, не айтып жатсың сен, адамдарды алдап жатсың ба, курс сатып жатсың ба деген сияқты. YouTube ол өтірік деген сияқты. Жазғандар болды, бірақ ол жекеге жазды, бірақ YouTube'да біраз адамдарға көрсеткенмін де, мен өзімді шығарып алдап жатқанда жоқпын, просто өткенде ақша көрсеткенім де сол. Енді құр сөйлей бергеннен гөрі реально көрсетсек. Сол, жалпы айтқан кезде сіздер YouTube-ты ашасыздар, жалпы айтқанда YouTube-ты түсінесіздер. YouTube қалай жұмыс жасайды, мәселен. YouTube-тың қалай жұмыс жасайтын болғанда, сіз YouTube-қа жақсы уникальный видеоларды салатын болсаңыздар, жеке видео, бұрын соңды салынбаған біреудің видеосын, немесе біреудің видеосын салатын болсаңыз, оны өзгертіп салу керексің. Өзіңнің реакцияңды қосып, өзіңнің ойыңды айтып, мысалы, мына видео жайлы айтам. Мысалы, Әбекенің видеосы түсірілген, мына жерде полицияда жұмыс жасамады деп мына жерге қойып қоясың. Ол өзгертілген видеоға салынады. Бірақ ол Әбеке жалып беретін болса, ол видео менен өшіріледі. Тіпті мен оны өзгертсем де, оның себебі мен құқым жоқ оны қолдануға. Бірақ бір ауыз рұқсат сұрап алған дұрыс.
жалпы айтқан кезде YouTube-тың алгоритмін жақсы жұмыс білу керексіздер. Егер сіздер салған видеоңыз просмотр төмендей беретін болса, онда сіздің просмотрыңыз, онда видеоңыз, каналыңыз алдыға жылжымайды. Сол үшін де сіздер халыққа, өз аудиторияңызға, көрермендерге арнайы видеоны ойлап табасыздар. Өзіңіздің қолыңыздан келетін, тақырыбыңызға сәйкес қызығатын нәрсе. Енді YouTube каналды ашып, YouTube'ты түсініп, қалай жұмыс жасайды, қайткенде мен көп просмотр. Енді осы видеоға сәйкес мен де алдағы уақытта біраз тоқталатын боламын осы YouTube-тың жұмысы уақытына. Себебі сіздер YouTube-ты білмесеңіздер, қалай жұмыс жасайтынын білмесеңіздер, сіздер алдыда дамымайсыздар. Сол үшін де YouTube-тың қалай жұмыс істеуін білу ол маңызды. Мен оған отдельно ерекше тақырып қылып видео қылып шығаратын боламын. Екінші нәрсе осы YouTube-тың жұмысын жасап, білу, канал ашып, видео түсіру. Видео сол жаңағы жақсы көретін нәрсеңізді. Үшінші, адамдарға қызықты етіп көрсете алуың. Түсірген видеомызды, үшінші нәрсе, адамдарға видеомызды қызықты қылып көрсетуіміз керек. Мысалы, мен тупо отырсам былай, бүгін сіздерге бір нәрсені үйретемін. Ешқандай эмоция жоқ, ешқандай бір оқиға жоқ ол жерде. Естеріңізде болсын, сіздерге айтатым, любой әрдайым мен орысша сөйлеп қойып жатырмын, мен кешіріңіздер, үйреніп жатырмын таза қазақша сөйлеуге, себебі мен видео жүргізгеннен кейін көбісі мен бәрі қазақтар деп ойлаймын, қазақша тілінде сұранысы да сол жоғары. Менің әрдайым айтатыным, бір видеода әңгіме жүрген кезде бір оқиғаны айту керексіздер. Осыдан 10 жыл бұрын, осыдан 1 жыл бұрын, осыдан 2 ай бұрын бір баламен кездескен кезде ол досым былай істеді. Осылай оқиғаны айтатын болсаңыздар, сіздердің видеоларыңыз өте қызықты болады. Адамның психологиясы сондай. Егер бір хикаяны айтатын болсаңыздар, бір жағдай болған кезде былай істедік деп, сөйтіп бір әңгімені айтатын болатын болсаңыздар, онда видеоңыз сіздердің әдемі, көркем түрде шығады. Әдемі шығады. Сол үшін де менің көп айтатыным сол. Бір жағдайда болған кезде, әбеке екеуміз жүрген кезде мынандай бір оқиға болды. Соны айтып берейін сіздерге деген сияқты қылып YouTube-та айту керексіз. Мысалы мен темама қалай не қыламын? Көлік алайын деп бір видео шығарам, видеоны түсірем. Мен ақша жинадым, 5 миллион теңге жинадым ақша. 5 миллион теңге жинадым, даусым шығып тұрады, бірақ видеода кетіп жатыр. Бірақ фонда даусым шығып тұр. Осы бір жылдың ішінде 5 миллион теңге жинап, машина алуға, немесе машина алуға, көлік алуға шешім байладым деп сөйтіп бастайсың да. Енді қазіргі күнде көліктің бағасын шарықтау себебінен достарымнан қарыз алуға бел байладым. Достым бірінші құралға қоңырау шалып, құралдан сұрадым. Сол кезде сол видеоны қойып қойсын. Алло, тамана, мынау сөйлесіп отқан. Сондай әдемі видеолар жасау керек, кино сияқты. Бұл жаңағыдай адамдарды қызықтыруға алып келеді. Соңында бір эмоция беру керексіздер сценарийда. Соңғы нәтижесі қандай көрген адамдар ол видеоның соңында не болады екен деген жұмбақ немесе бір қызықты нәрсені күту керек. Біз сол сәтте оларға эмоциясын әдемілеп беруіміз керек. Бір жағдай болады. Бір адамдар болады да бір жағдайды әдемілеп жеткізеді. Американың фильмдерін көрсеңіздер, соғыстың кезін болсын, неше түрлі Гладиатор, Троя, Спасение рядового Райана, неше түрлі фильмдерді көрген шығарсыздар. Сол фильмдерді көрсеңіздер, тарихи фильмдер болсын, ол жерде бір нәрсені әдемілеп жеткізеді. Көркемдеп, әдемілеп, эмоционально, эпично жаңа жерде. Ал біз жақтағыларды фильмдерін көрсеңіздер, анау желаниең көргің келмей қалады одан ше. Біздің СНГ-ге өз басым менің көзім солай енді. Жаңағыдай СССР-дің фильмдерін көп көре алмаймын. Ешқандай ана жерде эмоция жоқ. Әшейін түсіре салған сияқты. Я комедиялардың әңгімем жоқ, шаруам жоқ, комедияның жанрына ешнәрсе демеймін. А бірақ фильмдерін көрсең, ана соғыстың кезі бір ана жерде бір мен ешнәрсе ала алмаймын жалпы айтқанда. Ал американдықтар фильмдер не үшін көп ақша табады. Ол жерде деген әдемі, көркем нәрселер бар, әдемілеп көрсете алады. Бір нәрсені, қарапайым нәрсені, мысалы, мынау телефон дегенде не көргендеріңізде мынаны әдемілеп жеткізе алады олар. Біз айтамыз, мынау телефон әшейін қара, мынау Samsung A10 деген телефон, Android десек. Ал оны мен әдемілеп жеттім, мынау Samsung A10 телефоны. Бұны алатын болсаңыздар, сіздердің өмірлеріңіз жеңілдейді. Бұны деген тек ұстаған кезде өте қолға ыңғайлы. Осындай дауыстармен әдемілеп. Сіз бұны көшеде ұстап жүрсеңіздер, адамдар сізге қатты қызығады. Сөйтіп әдемілеп жеткізу керек. Бұл телефон анау-мынау демей. Жалпы сол. Бұл адамдарға қызықты еткізіп көрсете алатын жолың. Бұл үшінші болады. Төртінші нәрсе, обложка жасау керек. Сол жасаған видеоңызға кликбейт қылып, бірақ кликбейт болғанда кликабельный дейді, кешіңізді. Кликбейт деген ол өтірік алдап шығару, өтірік алдап. Мысалы, бір нәрсе болып қапты. Өткенде бір видеоны білесіздер, бір видеоны көріп қалғам. Қазақстандағы әншіні, сол әншінің өзі жіберді, маған атақты әнші. Пәленкес атын айтпай қояйын десе, маған жібереді, мынаны қараңыздар деп. Бір өтірік видео жасап қойыпты. Обложкасын қарасам, пәленкес өліп қалыпты, жол апаты, масқара адамдар қырылып қалыпты деп жазып қойған.
өтірік нәрсені жасаған, және ондай өтірік әңгіме таратуды заңмен де және былай айтқанда жақсы нәрсе де емес, бәрі жазаланады. Өтірік істеуге болмайды. Оны YouTube-та біледі. Ешқайда бара алмайды. Олар сол уақытта подписчиктерін, қаралымдарын жинау мүмкін, бірақ көпке ұзаққа бармайды. Ондайларды құртады. YouTube-та ақымақ емес, бүйтіп адамдарды алдап ақша тауып, немесе алдап видео түсіріп жүргендерге адамдардың назарын алдап, бүйтіп издевательствода, былай айтқанда, кликбейт деген ешқашанда болмайды. Бірақ кликабельный. Былай жасаған кезде обложка деген превью деп тұрады. YouTube-қа видеоға кірген кезінде, обложканы басқан кезінде, мысалы, әдемілеп жеткізе білу. Мысалы, оның тартымды қылуың, оның немесе қызықты қылуың, оның назарды аударта алуың керексің. Себебі ол жерде сенің ғана видеоң тұрмайды YouTube-та. Бірнеше видеолар тұрады, бірнеше каналдың видеолары тұрады, содан арасынан сіздікі әдемі шығу керек. Шрифтіңіз, яғни текстіңіз әдемі шығу керек, көтеріліп. Фонға әдемілік алыстан қарағанда көрінетіндей, тартымды болатындай. Мысалы, бір жағдайда мынандай деп айтқан дұрыс. Өздеріңізде көріп жүрген шығарсыздар. Осындай мен көлікке барған кезінде соңында масқара болды, соңында бір нәрсе болды деп айтып жазып, не қылсаңыздар, өте видеоларыңыз әдемі өтетін болады. Соңында деген сөзді, ключевой сөзді көп қолданыңыздар. Себебі соңында деген ол соңына дейін сол видеоны қарауға алып келеді. Ал егер адамдар сіздің видеоңызды соңына дейін қарайтын болса, онда сіздің видеоңызға көп охват береді YouTube. Себебі сіздің видеоңызды көп адамдар қарады және соңына дейін қарады. Сосын видеоны көбірек просмотрды мүмкіндіктерді көрсетіп, басқа адамдарға, көрермендерге сіздің видеоңыз нәтижесінде рекке шығып, ары қарай басқа адамдарға шығатын болады. Бұл төртінші нәрсе болды. Бұл обложка превьюді тартымды, қызықты қылып жасауың, яғни темаға сәйкес. Бесінші нәрсе не ол? Самый маңызды, кешіріңіздер, енді мен орысша сөйлеп қойдым. Бесінші нәрсе ол ең маңызды. Осы бесінші нәрсе ғана бізге керек. Егер бесінші нәрсе болмағанда алдыңғы төрт нәрсенің маңызы болмайтын еді. Бесінші нәрсе ол әрине бәріміздің жақсы көретініміз ол монетизация, ақша жайлы айтатын болдыңыз. Осындай сіздер тақырып таптыңыз бір, канал аштыңыз екі, яғни YouTube түсіндіңіз екі, үшінші адамдарға қызықты еткізіп көрсете алдыңыз, просмотрларыңызды жинадыңыздар. Төртінші обложканы әдемілеп жасадыңыз, содан кейін просмотр жинадыңыз. Бесінші нәрсе осыдан кейін монетизацияны жақсылап білулеріңіз керек. Не ол? Монетизация дегеніңіз монета деген білесіздер ғой, тиын, ақша. Яғни сіздің видеоңызды уже кешіріңіздер енді. Сіздің видеоңызды YouTube халыққа көрсетіп, партнермен келісіп, және де YouTube-пен партнер болғаннан кейін сізге ақша төлей бастайды. Мейлі басында аздаған центтер болуы мүмкін, 500 мың, 1 миллион айына табатын боласыздар. Сіздерде подписчиктер, көрермендер деп айтайыншы. Сіздерде көрермендер көбейгеннен кейін қаралымда көбейе түсетіні рас. Содан кейін сіздерге YouTube партнерлық ұсыныс жасап, айына 501 миллион теңге табатын боласыздар. Енді қараңыздар, бұл үшін YouTube-тың өзінің шарттары бар. Сіз 1000 көрермен жинау керексіздер, 1000 подписчик, 1000 жазылушы жинау керексіздер, және видеоларыңыз 4000 сағат қаралу керек. Ұзақ видеолар болады, ол ұзақ видеолар деген 1 минуттан асқан видеолар. Сондай қаралым болу керек сіздерде. Енді көбісі ойлауы мүмкін, 1000 адамды қайдан мен табамын? Ешкім жоқ болса, мен өзім ғана болатын болсам, және 4000 сағатты қайдан? Бәрі оңай, оланы сіздер осы жолдармен істеп көріңіздер. Маған да ешкім кезінде ешкім көмектескен жоқ. Өзім алып жасай бердім. Бірнеше каналдарды аштым. Табысты 500 мыңнан жоқ дегенде 500 мың деп айта берейінші. Ары қарай айта берсем сіздердің енді сенбей қалатын сияқтысыздар. 500 мың, 300 мың, 300 мың, 500 мың ол аз ақша емес, үйде отырып тапқанға, және көп уақыттарыңыз кетпейді, контент жасайсыздар, саласыздар, содан кейін сіздер айына адамдарға қызықты болғаннан кейін 500 мың теңге, 600 мың теңге жетеді. Мүмкін одан жоғары көп табатын мүмкіндіктер бар. Өз басым тапқаннан кейін, тауып жүргеннен кейін айтып жатырмын. Біреудің бір жерден айтқан әңгімесі емес. Егер алдағы уақытта сенбейтін болсаңыздар, көрсетіп те беремін. Тауып атқан, шығарып атқан, алып атқан жерде барлығын. Қандай контенттен. Енді айтатын болсақ, міне, алдағы уақытта да YouTube даму үстінде сіздер 1000 подписчик жинағаннан кейін және 4000 сағат просмотр емес, 4000 сағат қаралым жинағаннан кейін сіздерде YouTube ұсынады, содан кейін сізге күнделікті мотивацияңыз да ашылады. 10, 15, 20, 30, 40 доллардан түсіп тұрады. 40 доллар, 100 доллар түсетінін білесіздер ма? 100 доллар, 150 доллар Америкада адамдар жұмыс жасайды қара жұмыста. 150-200 долларға. Сіз енді Қазақстанда отырасыз. Білесіздер ғой, Америкада Қазақстанның жағдайы, енді Америкада заттар қымбат, ал Қазақстанда сізге 1000 доллардың өзі, қазір 500 мың теңгенің ар жақ бер жағы, төмен 500 мыңға жетер жетпес. 1000 доллар тапсаңыз сізге біраз ақша ол. Ал YouTube-тан олай ақша табуға болады. Мүмкін деп айтпаймын. Болады. Өз көзіммен көргем барлығын. Ол жерде налог та төлейсіз, бір жақсы жері YouTube-та барлығын жасап қойған.
налог бәрін ұйымдастырып, бәрін түсінікті тілде, әзірше қазақ тілінен техподдержка жоқ, орыс тілі. Оны бірақ алдағы уақытта жасап береміз деп алдында да айтты ютубтың нелері. Сіздің тіліңіз не поддерживается деп айтты. Сосын қашан деп еді, алдағы уақытта жасаймыз. Сіз сәл сабыр етіңіз, сіздерден кешірім сұраймыз деп техподдержканың өзі солай жазды. Енді алдағы уақытта күтеміз қазақ тілінде поддержканы. Әрине мен қазақ тілінде қызмет алғым келеді. Ютубта жалпы айтқанда сіздер айтатыным, сіздер әр видеоны үйде жатып, жұмыстан кейін келіп, қарап отыра бермеңіздер. Сіздер де бір қимылдаңыздар. Мейлі жасыңыз қандай болса да, жасыңыз қанша жасқа келсе де, мен айтпаймын бір жас деп. Қанша жасқа келсе де, үйде бір ютубта пайдалы видеоларды көріп, пайдалы видеоларға лайк басып деген менің видеомды қарасаңыздар да болады. Осы жерде мен сіздерге пайдалы нәрсені айтып жатқаным сол. Алдағы уақытта біраз осындай пайдалы нәрселерді айтатын боламын, бірге дамитын боламыз. Сіздер де дамыңыздар, көріңіздер, жасап жатып бір жетістікке жетіп жатсаңыздар, лайк басып, маған комментарияға қолдауларыңызды білдіріп кетсеңіздер, маған ол енді үлкен сол жетіп жатыр маған. Басқа адамдар қазір осы ютубтың сабақтарын, курстарын сатып жатыр, мен оны сатпаймын да, маған керек емес оның. Былай шын айтқанда, білмеймін енді, адамдар жазып, бізге әдемілеп курс түсіріп берсеңші деп ше. Ол туралы мен әлі ойлаған жоқпын. Алдағы уақытта егер қажет сұрап жатса, мен жасайтын жармын, бірақ қазір мен барлық нәрсені тегін беріп жатырмын. Осы менің білетінім осы, білгенімді сіздерге айтып жатырмын. Білгеніммен сол ақша тауып та жатырмын. Сіздерге алдап отқан да жоқпын, білетіндер көріп жүр. Енді ондай ұят қой, енді өтірік нәрсені айтып отырсам сіздерге. Шын нәрсе, ешқандай бір біреуді алдауда емес, ютубтың жалпы жұмысы осы. Алдағы уақытта айтатын нәрсе айтпақшы, шортс деген видеолар бар, өздеріңіз білесіздер, қысқа видеолар, рилс сияқты тиктокта. Сол шортсқа ақша төлейін деп жатыр ютубта. Оны алдағыда кеңірек тоқтаймын. Оларға да сол 1000 подписчик жинау керексіздер, және 10 миллион просмотр қаралым болу керек. 10 миллион просмотр ол жерде резко тез жинайсыздар. Өз көзіммен көргем, өз басыммен 4 миллионды 20 күнде жинағым. 4 миллион просмотр 20 күнде жинағым. Бұл Америка ма, Еуропа ма, Индия ма, адамдар сол адамдар менің видеомды қараған болатын. Нөлден канал аштым. Ешқандай еш жаққа не қылмадым, тек мороженое жасап түсіріп, салып көрдім, қайта көп видеом салып, сөйтіп қарасам 20 күннің ішінде менде 3 миллион болды. Әзірше ол жерде ақша төлеп жатқан жоқ, бірақ 2023-тен деп жақында маған хат келді, сол Google-дан сіздерге жақсы жаңалық, сіздер егер 1000 подписчик жинап 90 күнде 10 миллион просмотр жинасаңыздар, сіздерге шортста ақша төлейтін боламыз деді. Алдағы уақытта бұны кеңірек тоқтайтын боламын. Қазірге айтатыным, сіздер жатпаңыздар, қимылдаңыздар, үйге келген кезде жасап көріңіздер өздеріңіз. Просто бір нәрседен болмауы мүмкін, бірақ екінші рет істеген кезде, үшінші рет істегенде болып кетуі мүмкін. Бір жағынан да қызығу керексіздер. Қызық, бір жағынан ешқандай қиналмайсыздар. Ауыр жұмыс айтып отқан жоқпын. Сіздерге айтатыным осы, тоқтамай жұмыс істеп көріңіздер. Маған қолдау білдіріңіздер, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер, сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Асқар, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.